Сексологпын, және де бұл сыр білім парақшасы. Бүгінгі тақырып сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыз, және де менің парақшама тіркеліңіз. Менің инстаграмда мені оқысаңыз, мен кеше ғана опрос жасағанмын, бір оқырманнан сұрақ келген. Әйелдер размерге қарай ма? Негізінен осы сұрақты мен бір видеода уже айтқанмын да, бір жыл бұрын бір видео бар, өлшем маңызды ма деген, бірақ мына жерде кішкене басқаша тақырыпты ашқым келіп тұр. Неге? Себебі әйелдерге өлшем маңызды ма, қарай ма дегенде, мына жерде бір сұрақ келген. Егер де әйел үйленді, және де өмірінде тек қана бір еркек болса, ол қалай біле алады да? Біреу айтқан, порно қарай ма да, қарамай ма, даже порнода қарағанда, это все равно бір да, бұл бәрібір порно, бұл кино, сол жерде бір ғана мүшенің өлшемін ғана көрсетеді да. По факту өмірде мүлдем басқаша да. То есть біз киноға қарап, бірдеме өз өмірімізге қарай істемейміз ғой да, тем более порно. Вот. И соны мен айтқым келіп жүр. Келесі менің кешегі ғана сторис да, көптеген әйелдер айтқан, біз тұрмысқа шыққалы қайдан білеміз да, өлшемі қаншалықты да жақсы, жаман, себебі біле алмаймыз да. Мына жерде мен қандай сұрақ қойдым? Сіздің күйеуіңіздің өлшемі сізді ләззатқа, жалпы сіз оргазм ала аласыз ба осы өлшеміне қарай? Өте қызық сұрақ болды. Негізінен өте өзекті. Себебі оқырмандардың астында айтсақ, жігіттер да, кейбірі үйленбеген, кейбірі үйленбеген. Біріншісі, егер де сіз үйленбеген жігітсіз, және де жас қызға үйленгіңіз келсе, және де бұл қызда еш тәжірибесі жоқ болса, не істеу керек да? Мына жерде қайтадан инстаграмның кері байланысын оқып, да, мен нені байқадым да, көптеген әйелдер маңызды емес деді. Да? Бір әйел жазған да, бір оқырман, размері даже үлкен болса да, тез бітірсе не керек? Да, то есть, мына жерде айтатыным, что тек қана өлшемге қарап, көптеген нәрселерге көз жұмуға болмайды. Себебі өлшемі үлкен болса да, потому что көп еркектер үлкен мүшеге тырысады, үлкен болса да, бұл ләззат берудің кепілдігі мүлдем жоқ, ешқандай да. То есть, үлкен болса, все, вот тек сонымен ләззат берем, бұл деген өте өтірік ұғым, бұл прям шын рас нәрсе. Бұл не деген сөз? Сізде өлшем қандай да болсын да, сізге бұл кіші көрінсе, немесе сізге бұл орташа көрінсе да, егерде мына жерде сіз міндетті түрде әйелді қалай ләззат бөлісу керектігін білу керексіз. Қалай прелюдия, қалай нүктелерін білу керек да, қалай қыздырады оны, қандай эрогендік зоналар, вот как раз таки да, осы нүктелер да, түрлі позаларды білуіңіз керексіз. То есть, именно осы ләззат берудің кепілдігі, мүше емес. Мен қазір қарай салайыншы, қанша әйел жауап берген, потому что шын мәнде өте қызық. Сізге де қызық болса, міндетті түрде менің инстаграм парақшама тіркеліңіз и тоже осындай опростарда участвуйте, да, қатысыңыз. Қазір мен ашайын. Әрине, мен айта алмаймын, что вообще әркімге вообще маңызды емес. Жоқ, да? Мен айтып жатырмын, көпшілікке маңызды емес. Бірақ та әрине кейбір әйелдер айтқан, я маңызды. Қазір мен осыған келейін да, неге маңызды? Маңызды ма дегенде, қарай ма дегенде 1500 әйел адам иә деді, и 1050 адам жоқ деді. Практически 50-50, да, маңызды емес. Да? Қарайды, қарамайды. И бұлай енді толығымен айтсақ, қарайды дегенне неге? Себебі айтқанмын да, әсіресе босанған әйелдер, да, әсіресе қынабы кішкене тар емес болса, кішкене да, осындай үлкендеу болса, әрине жыныс мүше үлкен болса, ширинасы, ол әйел адам соны сезеді да, жақсы. Бұл жағынан әрине бұл как бы жеңіл болады әйел адамға оргазм алу.
сезу жағынан. Бірақ ол да шешілетін нәрсе. Мен көптеген әйелдерге сол үшін айтамын, қынапты тарылту керек, қынапты жаттықтыру керек. Сол кезде мүшенің өлшеміне қарамастан сіз әр любойды сезе бересіз. Тренажер, любой нәрселерді жақсы сезе бересіз. Бұл ең көбісі соған айтады. Немесе кейбір әйелдер жатыр үстінде болғанда, кейбір, то есть ұзындығы даже қынаптың ұзын болса, жатыр үстінде болса, кейбір әйелдер именно оргазм жатырға тигенде жақсы алады оргазмды. Әрине ұзын болмаса, жетпесе, бұл осындай әйелдер оргазм ала алмайды. Это уже тәжірибесі бар әйелдер, как бы, мына жерде сіз оны нақты білуіңіз керексіз. Жалпы осындай не шешу жағынан, қандай шешімі бар, бұл арнайы насадкалар бар, то есть ойыншықтар бар, соларды қолданып әйелге ләззат сыйлауға болады. То есть егер де сіз әйелдің қынабына, жатырына жетпесеңіз, это ешқандай мәселе жоқ, соншалықты прям, потому что әйелдерге это 50-50, то есть соншалықты көп мән бермеңіз. Ең бастысы, көптеген әйелдер маған дайректке жазған, өз пікірін, олар айтқан. Еркектің мүшесі және де оргазм алу бір-біріне ешқандай связь жоқ. Это прям бам в точку, потому что это шынымен де солай. Әйел адамның жаратылысы басқаша, тек қана технический момент емес. То есть тек қана кіріп шығып, бұл мәселе шешілмейді. Әйел адамға эмоция керек, То есть түрлі поза, анау, мынау, сөйлесу, қарау, сипау, сүю, жалау, все что угодно, бұл именно әйелге маңызды. Так что жігіттер, мына жерде осы видеода сізге кішкене бұл тақырып одан әрі ашылды деп мен ойлаймын. Көптеген әйелдер айтқан, несі керек, просто кіріп шыққаннан вот эта вот фрикция несі керек, если ол маған, мен даже сезбей, маған даже ләззат бермейді. То есть, видите, именно осындай жауаптардың нағыз изюминка дейді ғой, нағыз түпкірі, түбі. Так что сіз менің жеке кеңесім, сексолог ретінде, әйел ретінде айтатыным, сіз өлшемді қалай ұзарту немесе жуандату жағынан ойламаңыз, сіз керісінше әйелді қалай қанағаттандырамын, қандай позалар бар қарастырыңыз, қандай всякий қазір массажный, бәрі курстарда бар еркектерге арналған, іздеңіз интернеттен. То есть именно білім жағынан и сосын оны практика жүзінде қарастыру керек. Сол кезде именно сіз әйелге как күшті бір жыныстық қатынас тәжірибесін бересіз, именно сол жағынан. А те, которые прям соншалықты қатты сондай әйелдер, которые мүшесі, еркектің мүшесі оларға өте маңызды болса, олар, в принципе, сізге даже тікелей айтуы мүмкін, маған осындай керек деп, в принципе. Я так предполагаю, тәжірибе бойынша. В принципе, әйелдер, которые уже білет, олар, в принципе, вообще ұялмай айта береді, вот так-то деп, Так что сол жағынан, в принципе, ешқандай мәселе жоқ, бұл бәрі шешілетін нәрсе. И последнее я хотела сказать, бүгін что-то ойым кішкене шашырап туда-сюда, хотела еще что-то сказать по поводу өлшемі. И соңғысы, это жалпы қазақтар айтсақ, жалпы бұл СНГ, біздің Средняя Азия, Орта Азия мемлекеттерін алсақ, жыныс мүшесі көп адамдарда, жалпы қазақтарда, мен Қырғызстан, Өзбекстанда тыңдайды, мүшелері өлшемі стандарт. Өте кішкентай емес, и өте үлкен емес. Если былай общий айтсақ, сол үшін көптеген еркектерде бостан босқа өзі қысылады жыныс мүшеден. То есть менің ойымша қазір оқырман арасында көпшілігі осы қаратқан норма, бірақ андай порно анау-мынауны қарап, осындай киноларға қарап, олардың европейц или қара нәсілді кісілердің мүшесіне қарап,
өздері қысылып қалады. Керек емес, да? То есть сіз Қазақстанда тұрсаңыз, да, Орта Азия, сіздің әйеліңіз, қызыңыз там тоже Орта Азия болса, біздің жыныс мүшелеріміз бір-біріне сай, да? Әйелдің қынабының, еркектің жыныс мүшесіне бір-біріне сай. То есть үлкен емес, кішкентай емес, бір-біріне сай, да? Жаратылыс сонда, именно нәсілдердің. Все, достар, осы тақырыпты барынша аштым. Сізге қызық болды деп мен ойлаймын, және де міндетті түрде пайдалы болу керек деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыз, міндетті түрде комментарий қалдырыңыз. Сұрақтарыңыз болса, ары қарай жазыңыз, мен соған жауап беремін. Рахмет, сау болыңыз.